Жарайды. Тұздағанға болатын ба? Ау. Тұздағанға. Безі бар. Енді бір ешкім қайда? Оны қашан тоятындар? Тойып отыр. Оны да тойып отыр ма? Иә. Иман тұздап маяқ. Неге холодильникке сала беру керек қой? Свежий бола ма? Иә. Не болады ана? Шыбын бар ғой, көк шыбын қазір. Бұзылып кетпей ме? Бұзылмайды. Холодильниктен. Морозильник емес пе? Қалада солайса болады ғой ме? Аха. Қасапшылықты қайдан үйрендің апа? Ой, қасапшы. Бәрін үйретеді екен ғой адам баласын өзің. Далбастай берсең. Маған ешкім ештеңке үйреткен жоқ. Өзін үйренді ме? Көргенімді жасай бердім елден. Мызғылап айтар, жұлмалап үйреніп алдың ба? Иә. Тіпті. Мен бізге дайындап әкеп беретін бұрын бала кезімізде. Бұз деп па? Иә, бұзып бәрін. Шоқан Уәлиханов. Алып тастайды мынау несі. Жылқысы ма? Иә, мына жерде безі болады бұның. Менің ішінде. Мынау жамбас. Бұны құдаларға, сый адамдарға жамбасты тартады. Мынау асықты жілік, мынау ортан жілік. Дайындыз. Бұл дайын. Мынау құйымшақ деген болады. Құйымшақты бұлдар жемейді. Аты шошаңдап тұрады деп. Қолданатын қарулардың барлығын бейсалықтарында біледі. Сәл сайын өздерін дамытып, қатысты берлігін шыңдап отырады. Етті жұқарту керек қой сонда, иә? Тұздау үшін. Иә, тұздайсың мұнан. Тұздап жаясың. Әмді болады деп тұздақ қояды ғой, сорғиды деп.
2009 жылдан бері іске қосылды және оқу бөлімінің сержанты, нұсқаушы сержант мамандықтары пайда болды. Оқу бағдарламасы 1 жыл 10 ай мерзімге есептелді. Сонымен қатар жаяу ұрыс машинасын жүргізуші механиктерін даярлау қолға алынды. Студенттерге Б категориялы жүргізуші куәлігін алуға мүмкіндік бар. Ал былтырдан бастап танкішілер мен зеңбірекші мамандығы ашылды. Кадр тапшы дейді бас сержант. Мотоциклға шыққандарына танкпен артиллерияға қайта дайындап, қайта тағайындайды. Сол сөйткен уже кадеттер осы жерде әскери бөлім колледжден дайындалып, уже кеш артиллерист деген специалисттер алып шығады. Сержанттардың кәсібилігі ұрыс майданында сынақтардың сұлбасы айқын көрсетілген. Тәлімгер жас сержанттарға оларға қалай жеңудің жолдарын егей-тегейлі түсіндіреді. Жігіттер де саналы түрде айтқанын қағып алады. Өйткені Сержант ол сарбаздықтан алдында тұратын ең бірден бір жақын адамы. Өйткені әр сарбаз өзінің алдында тұрған және соның істеген нәрселерін жасайды. оқу базасында білім алушылар үшін мұражай жасақталған. Мұнда қазақ батырларының жәдігерлері, мектепте жүрген сержанттардың еңбек жолын айқындайтын естеліктер, тағы да басқа танымдық маңызды мол дүниелер қойылған. Кадет корпусының курсанттары мемлекет есебінен тегін оқытылады. Шәкіртақысы да қарастырылған. ТМД елдері тамшана қарайтын әскери оқу ордасында тәлім алғандардың мәртебе санайды. Курста кадеттер тағылымдамадан өтеді. Олар қарулы күштердің әскери бөлімдеріне жіберіліп, Қол тез бұзылады шығар. Ой, бәрібір. Бұда. Қазір дене даярлығы бойынша бақылау емтихандарын тапсыруда. 100 және 300 метрге жүгіріп көрсеткіштерін жаңартуда. Жігіттердің барлығы спорттан құралақан емес. Бірі палуан, екіншісі былғары қолғап шебері. Сапта дос болғанымен қатардың тені жақсы деген бағаға тапсырды. Былтырғы уақыт қой деймін бұлар, Иә, жас қой. Емтиханға дейін көрсеткіштерін жақсартты. Бізге экзамен кезінде үш тапсырмадан болды. Үш тапсырманың әрқайсысында 3000 шақырымға жүгіру деген қиын болатын сол кезде. Мектептерге тарту мен өзім спорт жағына жақын болғандықтан ол өте қиын деп айта алмаймын. Әскери өмір ол бағалы шағым арманы болғандықтан сондықтан не деген жолынан? өзім аталарым және ағаларым әскери борыштарын өтеп келгендіктен мен соларға қарай ынталандым. Тәлімгердің кәсіби біліктілігін арттыруда әскери тағылымдамамен қатар шет елде тәжірибеден өту қарастырылған. 2011 жылы НАТО және ақш-қа әскери біліктілігін арттыруға 16 адам жіберді. Сонымен қатар материалдық база нығайып, тәлімгерлердің тұрмыстық жағдайы жақсарды. Бұғып үйреніп болсын. Әскери доктрина негізінде ел әскерінің айбыны өсті. Мына База сарбаздардың семтер. қазіргі кәсіпқой армиямыздың арасында қазіргі дамып жатқан Осы курстың өтуінің өзі де сол міндетпен атқарылған. сержант ретінде тәжірибеден өту үшін алғаш